Біз Күйкен орта мектебінің 8-ші А сынып оқушылары Жасыл ел бағдарламасын жандандыру мақсатында ұйымдастырылып отырған Экомарш акциясына өз үлесімізді қосқалы отырмыз. Бүгінгі біздің атқаратын қызметіміз бекет ата мешітіне тазалық жұмыстарын жүргізу. Біз Жасыл ел акциясын қолдаймыз. Ты и не я, надо мной воссияй, милая, милая. Смысл мой бытия, не хочу потерять. Жизнь моя, жизнь моя. Не хотела ты ничего взамен, не просила ты даже перемен, не желала жить чувством на обмен. Все, кого встречал, для меня не те. Для меня ты свет в этой темноте. Я хочу тонуть в твоей красоте. Красиво, наивно, душою ранима. Матуня, матуня, матуня. Красиво, наивно, душою ранима. Матуня, матуня, матуня. Сквозь года, города, даже сквозь холода мы идем, не сходя. Ты моя, нежная, своих чувств ты не тая. Знаю, люблю я тебя. Не хотела ты ничего взамен, не просила ты даже перемен, не желала жить чувством на обмен. Все, кого встречал, для меня не те. Для меня ты свет в этой темноте. Я хочу тонуть в твоей красоте. Красиво, наивно, душою ранима. Матуня, матуня, матуня. Красиво, наивно, душою ранима. Матуня, матуня, матуня. Все, кого встречал, для меня не те. Меня ты свет в этой темноте. Дұрыс тәрбиеде ол жақсы болсаңдар, жақсы боласыңдар. Өздерің жаман болсаңдар, жаман боласыңдар. Кітапта айтыпты, ағалармен адамдарға жамандық жібермеймін. Олар жамандықты өздері жасайды дейді. Өздері жақсы болсаңдар, бәрі жақсы боласыңдар. Өздері жақсы болмасаңдар, қайдан жақсы болады, жақсы болмайды. Ата-аналарың айтқан тыңдасаңдар, мына оқушыларың айтқан тыңдасаңдар, шетелдер жақсы боласыңдар. Мұсылманның перзенттері үшін жәннат ата-анасының табанының астында деп айтады. Ата-аналарыңды ырза қылсаңдар, айтқан тыңдасаңдар жақсы болады.